Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін мына жұма күнгі жұмадағы жасалған тілек дұғаларыңыз жақсы, дұғаларыңыз қабыл болсын. Жұмада жұма мешітіне бара жатырмыз. Мен сіздерге қазір айтатын дүниеде өздеріңіз біліп жатсыздар. Қазір Палестина мен еврей халқының арасында қақтығыс болып жатыр ғой, қақтығыс емес. Еврейлердің ашық Палестинаға геноцид жасап жатқанын өздеріңіз көріп отырсыздар, біліп отырсыздар ғой. Осы жерде айта кететін нәрсем, мына еврей халқының қалай Палестина жеріне келгенін өздеріңіз талай интернеттен де көріп жүрген шығарсыздар. Олардың жаңағындай жерге мүсәпір болып келіп, соңген өздерін сол жақта қандай өздерін қалай ұстап, қалай жаңағы халықты, мұсылман бауырларды басып, езіп жатқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді ол бір жағынан адамгершілікке қарасаң да ешқандай неге жатпайды, сыймайды, ақылға сыймайды. Екіншіден, ең біріншіден ол деген еврей қауымына мемлекет құруды Аллах тағала өзі тыйып қойған. Құранда кәдімгідей ол еврейлерге біз енді мен Аллахтың атынан сөйлемей қойым, бірақ уағыз бар, сонда айтылған, еврей халқына мемлекет құруды тыйып қойған. Неге? Өйткені еврей халқы кезінде Израиль ұрпақтарынан Закария деген пайғамбарды, содан тағы да Закарияның жаңағындай Закария тағы да бір пайғамбардың өзін өлтірген болатын бұл еврей халқы. Содан кейін Аллахтың ашуына, қаһарына ұшырап, бұларды Аллах тағала лағнеттеген. Содан бұларға мемлекет құруды тыйып қойған. Ал негізінде қарасаңыз, кезінде Мұса алейхиссалам пайғамбардың кезінде бұл еврей қауымына сол жаңағы қазіргі мына араб мемлекеттері отырған қазіргі сол Палестина елін оларға берілген болады. Бірақ олар ол жерді менсінбей кетті. Бұл жерде ешқандай шөп өспейді, ешқандай өсімдік шықпайды, сондықтан бұл жерге тұрмаймыз деп өздері кезінде кетіп қалған болатын. Енді Алла оларды кешірсін, оларда чатағымыз жоқ. Бірақ олар Аллахтың қаһарына ұшыраған, Аллахтың лағнетіне ұшыраған мемлекет еврейлер деген. Олар егер ислам дінін қабылдамаса, оларға өздеріне қиын болады ол дүниеде. Енді біз деген мұсылман Палестина бауырларымыз үшін дұғада болуымыз керек. Біз қазір көріп отырсыздар, Палестина халқына бұлар өте үлкен қысым көрсетіп жатыр, зәбір көрсетіп жатыр. Енді біз деген біздің елде енді ол үшін жаңағындай митинг немесе жаңағындай Палестинаны қолдайтын ешқандай плакаттарды көтеріп шыға алмаймыз, митингке бара алмаймыз. Сондықтан біз дұғадамыз, тек дұғадамыз, дұғада болуымыз керек біз. Енді осы орайда айтайын дегенім, мына Палестина халқына көмегіміз ретінде, немесе жаңағындай не ретінде, Израиль емес, Израиль деп айтып та керек емес, өйткені Израиль деген мемлекет жоқ. Израиль деген мемлекетті құруға Аллах тағаланың өзі тыйым салған. Бұл енді еврейлер енді өздерінің дүние жүзінде көріп, өздеріңіз біліп жүрсіздер, Procter & Gamble, TikTok, сонген тағы да сондай нелерді, тауарлар шығарып жатқанын көріп жатсыздар. Соған мемлекет ретінде мемлекет емес, мұсылман ретінде бойкот жариялаймыз, сол заттарды алмаймыз деген челлендждер жүріп жатыр қазіргі уақытта. Сондықтан мен де өзімнің сол жаңағы неге атсалысқым келеді. Құрметті ағайындар, бұл жаңағындай не емес, нацизм емес, нацияға бөлінген емес. Бізде мұсылмандарда өздеріңіз білесіздер, исламда нәсілге бөлінген бізден емес дейді. Біз нәсілге бөлінбейміз әрине. Бірақ та жаңағындай Аллах тағаланың бұйырған шарттарын орындауға тырысуымыз керек біз. Енді ол еврейлердің шығарған жаңағы заттарын бізде заттарға, мен өзім TikTok деген компьютерді жақсы көруші едім, соны қайда жүрсем де өзім пайдаланып, қолданып жүретінмін. Осы TikTokты бүгіннен бастап қоям, болды, керек емес. Бойкот жариялаймыз. Еврейлердің шығарып жатқан тауарларына бойкот жариялаймыз. Болды.
Жақсы ағайындар, жұмамыз қабыл болсын. Палестина еліне азаттық тілейміз, және де Палестина елі өзінің еврейлерге кеткен жерлерін қайтарып алуын Аллахтан сұраймыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.